көп YouTube арнасы қызықсыз және мағынасы жоқ. Ал Казмедиа арнасынан сіздер жаңалықтардан құр қалмайсыздар. Сізге пайдалы мәліметтер жұмасына 2 рет жүктеледі. Кішкентай кезімізден біздің көбімізді осы күн жүйесінде 9 планета бар деп оқытқан болса керек. Олар бәрімізге белгілі Меркурийден бастайық, яғни күнге ең жақын планета. Одан кейін Венера, яғни шолпан планетасы. Үшінші тұрған біздің тұрып жатқан Жер планетасы. Жер планетасынан кейін қызыл планета, болашақта адамдар барып қалуы мүмкін Марс. Бұл 4 планета кішкентай планеталар. Қалған 4 планетаның күн жүйесіндегі гиганттар деп атайды. Олар Юпитер, Сатурн, Уран және Нептун. Барлығы 8 планета болды. Ал 9-шысы қайда? 9-шысы Плутон болатын, бірақ дәл қазір ол планета қатарына жатпайды. Ендігі кезекте планета делініп келген Плутон дәл қазір не үшін планеталар тізімінде емес? Плутон Жер планетасынан бірнеше есе кіші. Дәлірек айтсақ, бүкіл қыртысы Австралия материгіне шамалған үлкен күн жүйесінің объекті. Плутон Койпер белдеуінің ең үлкен объекттерінің біріне жатады. Бұл кішкентай Плутонға күнді бір рет толық айналып шығу үшін 248 жыл керек, яғни Плутондағы бір жыл жердегі 248 жылға тең. Плутон ең алғаш 1930 жылы американдық астроном Клайд Томбаумен зерттелініп анықталған болатын. Сол кезден бастап әлем кітаптарында дәл осы Плутонды 9-шы планета деп жазып жүрді. Бірақ ондаған жылдардан кейін ғалымдар бұған күмәндана бастайды, өйткені өте алыс жатқан бұл объект көп зерттелмеген деді. Ең басында Плутонды Меркурийден де үлкен деп саналып жүрді. Одан соң Плутонның тіпті айдан да кішкентай екені анықталды. Плутонның жалғыз серігі Харон зерттелініп шықты. Бұл 20-шы ғасырда зерттелген объекттерінің бірі болды. 2000 жылдардан кейін Плутонның ар жағынан басқа да Койпер белдеуінің объекттері зерттеле бастайды. Ол жақтан Хаумея, Макемаке сияқты алып планета деп санауға болатын домалақ пішінді объекттер табыла бастады. Тіпті Эрис деп аталатын мына бір объект Плутоннан 25%-ға үлкен еді. Бірақ барлығы планеталар қатарына саналмады. Плутон 2006 жылдан соң планеталар қатарынан алынып тасталды. Халықаралық астрономия ұйымы Плутонды планета деп санаудың қате екендігін тапты. Өйткені 2000 жылдардан кейін техника, яғни телескоптар күрт дамып, Койпер белдеуін анықтады. Койпер белдеуі дегеніміз Нептунның арғы жағында орналасқан астероидтар, мұзды кометалар және Плутон сияқты басқа да планета санатына ілікпей қалған объекттердің шоғыры. Плутоннан да үлкен Эрис, Макемаке, Хаумея сияқты планеталар анықталды. Және бұлардан да басқа 300 деген үлкен шар объекттер болуы мүмкін екендігін анықтады. Біле білсеңіз, Марс пен Юпитер арасында да астероидтар белдеуі орналасқан. Онда да алып Церера деп аталатын карлик планетасы орналасқан. Егер де осы бір Церера, Хаумея, Макемаке, Плутон, Эристердің барлығын оған қоса тағы да қосалқы 300-ге жуық оған ұқсас объекттерді планеталар тізіміне ала берсек, бұл қателік болатын еді. Ол кезде күн жүйесінде 8 планета емес, 300 планета бар деп айтатын едік. Сондықтан 2006 жылы халықаралық астрономия ұйымы Плутонды планеталар тізімінен алып тастайды. Планета тізіміне қосу үшін мынадай шарттарды қояды. Біріншіден, ол планетаның керекті мөлшерде массасы мен пішіні болу керек. Одан кейін ол планета күнді айналу керек. Үшіншіден, ол объект өз айналатын орбитадағы доминант, яғни ең үлкен және басты объект болуы қажет. Ал Плутонда керекті пішін мен масса және күнді айналса да, ол Койпер белдеуінде орналасқан еді. Яғни орбитасында одан басқа мыңдаған объекттер бар еді. Осы себептен Хаумея, Макемаке, Плутон, Эрис және Церералар планеталар тізіміне кіре алмайды. Ал халықаралық астрономия ұйымы алғашқы 2 шартқа сәйкес келгендерге басқаша ат беріп, оларды карликті планеталар деп атайды, немесе плутоидтар деп атауға болады. Демек, Плутон ол карликті планета. Егер де Плутон планета болғанда ерекше ізденіс пен зерттеулер талап ететін объект болатын еді. Дәл осы себептен аса жаңа көкжиек, яғни New Horizon деп аталатын ғарыш сондын Плутонды зерттеу үшін жіберген болатын. Ал біздің видеомыз соңына жетті. Егер де ұнаса, видеоға лайк қойып, арнамызға тіркеліп, оған қоса сілтемедегі арнаға тіркеле кетуді ұмытпаңыздар, өйткені ондағы видеолар, оған тән анимациялар сізге өте қатты ұнайтынына сенімдімін.